Сәлем достар, бүгінгі біздің видеоға қош келдіңіздер. Бүгін біз жоспарлаудың түріне байланысты сөйлесетін боламыз. Кімде қандай мәселе бар? Менің жоспарым толық орындалмайды. Жоспарым толық орындалмаған кезде мен өзімді кінәлі сезінемін. Жоспарым бұзылып кете береді. Сағат 3:00-ге мен кітап оқуды қоямын, бірақ сабақтан кешіп келемін да анау жоспарлардың барлығы, графиктердің барлығы быт-шыт шығады. Саған үлгере алмаушылық деген секілді сезімдер бар. Енді бұл дүниенің, бұл проблеманың жай ғана жауабы бұл жоспарлаудың түрін білу. Просто біз жоспарлаудың түрінде, қай кезеңде екендігін білсеңіз болды. Жауап осындай, қарапайым ғана. Енді жоспарлаудың 3 түрі бар. Осы үшеуін білсеңіз болды. Сіз жоспарлаудың мықты элитасын білесіз, сондықтан жоспарлаудың про версиясы қалай. Енді біздің 3 кезең бар, 3 деңгей бар. Ең әуелі бірінші деңгей, стандарт деңгей, ол қатаң жоспарлау. Енді қатаң жоспарлау дегеніміз не? Қатаң жоспарлау дегеніміз қатып қалған дүние. Қазір көрсетемін. Қазір бізде реальный тарс. Енді қараңыз. Қатаң жоспарлау дегеніміз не? Қатаң жоспарлау дегеніміз мынау бөтелке секілді. Бөтелке мұны жерге қоям, болды. Бөтелке бұл орнынан өзгермейді. Аламаймын, тура осы дүниеде болады. Бұны өзгерте алмаймын. Мәселен қалай? Мәселен біздің өмірімізде бір жоспар қоямыз, сағат 15:00-де мен кітап оқимын. Мектептен келіп немесе жұмыстан келіп тағысындағы. Кітап оқу деп қойдық, бірақ біздің мектепте немесе басқа да бір орындарда келеңсіз жағдайлар болды. Мектепте біраз уақыт болып қалдың, стап қалды, сыныпта болдың деген секілді. Сонымен үйге сен 15:00-де емес, сен 15:30-да келдің. Сағат 15:00-де кітап оқу еді негізі жоспарыңда. Болды, жоспарың бұзылды. Бұл дүниеде өзің кінәлап бастайсың. 15:00-де кітап оқу керек деген секілді. Немесе қандай болуы мүмкін? Сағат бір түнгі 9 болды, 9:10 болды, сіз онда ұйықтауыңыз қажетсіз, бірақ сіздің жоспарыңызда бір конспект немесе бір жоспарларыңыз бар, олар орындалмай қалды. Енді қатаң жоспарлауда болды, ол жоспар орындалу қажет. Бұл қатып қалған дүние. Сіз ұйқыңызды бөлесіз, қиясыз да ғана сіз анау конспект дейтін жоспарыңыз болатын болса, биология 25-ші тақырыптан конспект жазу керек болатын болса болды. Сіз әлгі конспектіне жазбай ұйықтамайсыз. И сіздің өміріңіз осындай бір кезеңдерден болады. Бір хаос, қатып қалған, жоспардың тиімсіздігі, құдды бір жоспарды сіз емес, жоспар сізді басқарады. Болды, осы дүние нұқтасы болды. Сен бүгін осы жоспарларды орында. Кейде не хочу болады деген секілді. Немесе кейде бір икемсіз жағдайлар болады, тиімсіз жағдайлар болады. Бұл жоспар сіздің көңіл күйіңізді ескермейді. Құдды бір армиядағыдай. Енді келесі екінші деңгей бар. Ол қандай деңгей? Ол икемді жоспарлау түрі. Яғни қандай? Икемді. Мәселен, мен бөтелкені қоямын. Бір уақытта бұл бөтелкені мен тиімсіз болды да, мен мұны мына жаққа қойдым бөтелкені. Мен бөтелкені өзгертіп жатырмын. Мен басқарып жатырмын. Бұл қалай? Мәселен, кітап арқылы мысал келтірейін. Мен мамыр айында Мартин Иден дейтін кітапты оқып жатырмын. Бір уақыттар 20 бет, 30 бетін оқыдым. Шынырық маған қатты, шынырық осы айда оқығым келіп жатқан жоқ. Себебі осы айда мен көбінесе режим, әдет, ұйқы дейтін дүниелерді білгім келіп жатыр. Мен онда Азамат Скақтың Сен дейтін кітабын оқығым келіп жатыр. Мен икемді жоспарлауда мен аламдағына Мартин Иденді келесі айға қоямын. Ал осы айда мен Азамат Скақтың кітабын оқимын. Қатаң жоспарлауда қалай еді? Қатаң жоспарлауда болды. Нұртасы мен айлық жоспарына қойып қойғам, мен Мартин Иден, Джек Лондонның Мартин Иден оқуым қажетін. Просто оқимын. Қатып қалған дүние. Немесе қалай? Немесе мен сағат 15:00-де кітап оқу керек еді. Мен сағат 3:30-да келдім үйге. Икемді жоспарлауда қалай? Мен сағат 3:00 деген кітапты мен аламдағына мен оны 4:30-ға қоя саламын. Мен 4:30-да оқимын. Немесе болса окошкалары болатын болса, мен сол жерге қыс жерге саламын. Жоспарды басқарып жатыр. Жоспары икемделіп жатыр. Мәселен, жәлектімдай түнде. Мәселен, сағат 9:30 болып жатыр, мен конспект немесе кітабымды аяқтамадым. Жоспарларымда. Бірақ мен ұйқыға кетуім қажетін. Мен осы кезде не маңызды? Маған көбірек ұйқы маңызды болатын болса, онда мен аламын. Мұны ертең жасауға бола ма? Ертең таңертең, немесе бір жарты сағат, 1 сағат көлемінде. Мен аламдағы оны, просто аламдағыны түннен сағат 9:30-нан мен оны таңғы 5:30-ға қоя саламын. Жоспар икемделіп жатыр. Бұл білмеймін про версиясы шығар. Қазір бізге премиумды айтатын боламын. Енді үшінші деңгей бар. Ол динамикалық жоспарлау. Динамикалық жоспарлау дегеніміз не? Динамикалық жоспарлау ол бүйтіп осы тұстан былай өзгереді,
былай өзгереді, немесе мынау бөтелке маған керек емес болатын болса, мен оны терезеден лақтырып жібере саламын. Немесе сумкама сала саламын, немесе қажет емес болатын болса, мен оны шетке ысырып қоя саламын. Мен одан да ручканы аламын. Бұл деген не? Динамикалық жоспарлауда барлығы өзгереді. Барлығы өзгереді. Сіздің көңіл күйіңізге, сіздің сезіміңізге, сіздің маңыздылығыңызға, сіздің ұстанымдарыңызға байланысты. Мәселен қалай? Мәселен, мен айттым жаңа айтқандай. Мен мамыр айында Мартин Иденді оқуым қажетін, бір уақытта оңамай қалды. Келесі айда да мен оқимын дедім, бірақ қатты өтпеді. Мен одан басқа кітап оқығым келіп жатыр. Мен аламдағаны Мартин Иденді жылдық жоспарынан сызып тастаймын. Болды, ол кітапты оқымаймын. Ол кітаптың бетін жабамын, мен басқа дүниелерді оқимын. Өзгеріп жатыр. Уақыт өзгерді, орны өзгерді, тіпті ол жоспардың өзі де өзгеріп кетті. Мәселен қалай? Мәселен, тағы мысал келтіретін болсам, мен Қытай тілін үйрену керек деген мен алдағы 3 жылға жоспар құрдым. Алдағы жылда мен 3 жыл Қытай тілін оқимын. Неге? Себебі алдағы 5 жылда, 10 жылда мен сауда-саттықпен айналысқым келеді. Мен бизнеспен айналысам, Қытаймен сауда-саттық кезде маған Қытай тілі керек болады. Мен сондай ниетпен Қытай тілін деп мен жоспар құрып қойдым. Бір вақыттары Нұртас ойланды, көште жүріп, тағы серуендеп, Нұртас, негізі сауда-саттық емес, саған көбірек мұғалімдік жақын ғой дедім. Мен мұғалімдік жақын, маған расымен Қытай тілі керек пе? Мен өзімді күн сайын жеп жатырмын, Қытай тілін үйренбей жатырмын, тағысындағы. Динамикалық жоспарлауда мен просто мен үшін Қытай тілі дәл қазір өзінің актуалдылығын жойды, мен оны оқымаймын. Мен одан да ақылшы немесе педагогиканы оқимын. Тарихты көрдіңіз бе? Жоспар өзгеріп жатыр. Жоспардың уақыты, орны, тіпті жоспардың өзі өзгеріп кетті. Не өзгертіп жатыр? Маңызды инсайт. Ол жоспардың маңыздылығы. Сіз үшін маңызды болу қажет. Сіз үшін маңызды болу қажет. Өзгертіңіз қалағанша. Жоспар өзгеру үшін берілген. Жоспар өзгеру үшін құрылады. Маңыздылық не? Маңызды дүние, маңызды инсайт ол жоспардың тиімділігі. Барынша сұрақ қойыңыз, бұл жоспар маған тиімді, керек емес деген секілді. Енді осы 3 жоспардың ішіндегі мен икемді және динамикалық жоспарлауда кеңес беремін, барынша осы екеуінің арасын ұстауда. Просто бұл жылдық, 3 жылдық мерзімдегі жоспар емес, бұл күн сайынғы дүние болуы мүмкін. Мәселен, бүгін таңертең сіз таңғы жоспарға қойдыңыз. Бүгін мен Айсұлу әпкемнің үйіне барып, мен бөтелкені алып қайтуым қажет деген жоспар қойдыңыз. Бір уақытта айтты, Айсұлу әпкенің үйіндегі бөтелкені мен емес, Нұрбақыт алып келеді. Бұл менің, окей, жақсы, Нұрбақыт алып келеді, менің жоспарымнан уже бұның актуалдылығы жойылып кетті. Немесе Айсұлу әпке маған бөтелкені бермейтін болды. Бөтелкенің маған актуалдығы жойылып кетті, мен оны удалить ете саламын. Просто болды. Дұрыс айтқым келетін осы дүние. Және жоспарларыңызға, баршаларыңызға сәттілік. Қайталап айтамын, жоспар сізде емес, сіз жоспарды басқаруыңыз қажетсіз. Жоспарды басқарыңыз. Өйткені бұл өмір, бұл жоспар, бұл лайф сіздің қолыңызда, сіздің икеміңізде. Сондықтан баршаларыңызға сәттілік. Алдағы уақытта жоспарлау, динамикалық жоспарлауды меңгеріп және өмірге практикаға енгізіп, бұйырса сәтті, берекелі, тиімді өмірді сіздерге тілеймін.